Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің бастамасымен Астана политехникалық колледжінің студенттері Астана жаңа қала арнайы экономикалық аймағына барып, ондағы кәсіпорындардың қызметімен танысып қайтты. Атап айтқанда Avalon Key жиһаз жасау зауыты, жарық диодты өнім түрлерін шығаратын LED Solutions компаниясы, телекоммуникациялық жабдықтар өндіретін Куман кәсіпорны мен лак бояу өнімдерін дайындайтын өндіріс орындарын аралап шықты. Өнеркәсіптік туризм бағытында жасалып жатқан жаңа жоба. Бұл жоба бойынша біз индустриялық колледждар бойынша колледждердің мамандырылған студенттерді істеп жатқан кәсіпорындарға алып келіп таныстыру. 10 рет ескенше бір рет көрген дұрыс дейді. Осы көрсетіп, қандай станоктар бар, қандай өнеркәсіптер, қандай мамандар қатты керек талап етіліп жатыр қазіргі заманға сәйкес. Солардың бәрін таныстырып, тікелей көріп. Аталған іс-шараның мақсаты жастарды өндіріс орындарының қызметімен жақынырақ таныстыру. Кәсіпорындарда еңбек ететін мамандардың жұмысын дәріптеу арқылы олардың өндірістік процестегі рөлі мен міндеттерін көрсету. Өндірістік экскурсиялар студенттердің мамандықтарға деген қызығушылығын арттыратыны айқын. Сондықтан алдағы уақытта мұндай шараларды басқа өңірлерде де дәстүрлі түрде ұйымдастыру жоспарланған.